Ассалаумағалейкум, менің құрметті де көрермендерім. Сіздермен бірге тағданы Бекзат Нахан. Бүгін екінші бөлім, яғни киік оты жайлы. Киік оты жайлы айтпақшымын. Киік оты жайлы айтпас бұрын бірінші киіктер жайлы айтқым келеді. Киіктер дегеніміз өте ақылды. Осы мамонт дейді ғой, мамонт дәуірінен бері өз өмірлері үшін әлі күнге дейін күресіп келе жатқан жануарлардың бірі. Осы киіктердің үлкен текесі 50 килограммнан дейін береді, ал бойының несі ұзындығы 150-ге дейін болады. Ал ұрғашылары 39-40 сол жобаларда болады. Ұрғашылары майдалау болып келеді. Ал ұзындығы 130-120 болып келеді сол жобаларда. 120-110 сол жобаларда болады. Киіктер дегеніміз осы бетпақдалада, ертісте, жайықта, арыста, тағы да басқа осы жерлерде көбінесе мекендейді. Осы Батыс Қазақстан облысында көрсеңіздер, Батыс Қазақстан облысының халқы көп біледі. Көрермендер болса, сіздерден жалынды сәлем. Және де бетпақдалада болады. Бетпақдалада осы шөлейтті жер, өздеріңіз білесіздер. Бетпақдаланың киіктері өте сақ, өте мықты, жаңағыдай құнарлы шөп жейді. Ол жақта жусан, жаңағыдай өзі құнарлы шөптер болады. Көп жерлерде жусан өсе бермейді. Ал киіктер, олар мамыр айларында жаппай төлдейді. Төлдеген кезде егіз немесе 3-4 лаққа дейін төлдейді. Олардың ұрғашылары қатты семіз болмайды, сондықтан да туып болғаннан кейін қатты арықтап кетеді. Олар туып болады, туып болғаннан кейін өзен нелерде өзі көктемгі мамыр айларынан кейінгі уақыттарда сыраз 2-3 сағаттан кейін ба киіктің лағы өзінің анасын еміп, кәдімгідей машинамен қусаңшы, машинаға жеткізбейтін сондай бір мықты болып кетеді кәдімгідей. Өзі табиғат, Аллах тағаланың жаратылысы сондай күштілігі, машинамен қуып жете алмайсың аналарды. Сондай күшті қылып жаратып қойғанда Аллах тағала. Сонымен жаңағы лақтары бір аптадан, 1,5 аптадан кейін оттайтын болады олар. Сол уақыттарда оттың дәмін алып, үйрене бастайды, содан кейін сол уақыттарда су ішеді. Алғашқы аузына су алатын болады. Суға баратын кезде олар мынандай қызық болады. Көргендер болса, бірінші оны текелер емес, ұрғашылар бастап барады. Сөйтіп, ұрғашылар бастап барады дағын, жан-жаққа қарап, мүңіреп, жаңағындай өзі бәрі дұрыс па, не болып отыр өзі, мына жақта не деп сақтық шараларын қарайды дағын, барып ең бірінші үлкен ұрғашы әже десе болады, әжелері дейді. Солар бар су ішеді. Артынан бастап жыпырлап, бала-шаға, бүкілі маралды, құралай нелер барлығы су ішеді. Ең соңында текелер су ішеді ғой. Ошым. Содан кейін текелері осы жазғы айларында сарғыш болып бір түрлері нету болып жүреді. Ал содан кейін күзгі айларына жақындайды. Өзі күзгі айларына жақындаған кезде өзі ақ бөген тұрсиып семіріп алады, мощный болып сөйтіп күйікке дайындалады ғаналар. Тіпті күйікке дайындалған кезде олар көп не алмайды. Жаңа киік отын жегеннен кейін киіктер өзі табиғат, Аллах тағаланың бергені бір тойып жеп алады дағын 50 неге дейін шаба береді.
тіпті 20 деген нәрсе бір күнде 50 неге дейін шаба береді, жаңағы ұрғашыға дейін. Сөйтіп апыр топыр бітіріп тастайды күйіктің уақытын. Жаңа осы көп уақыт бойы мен осы күйік оты жайлы айтпадым, күйік оты жайлы айта алмай жүрдім. Себебі ұялдым десем де болады. Өйткені бұл нағыз ұялатын жағдай. Мен осы 2-3 жыл бұрын мынандай видео көргенмін. Қараңыздаршы, міне осындай видео көргенмін. Киіктің текесі ноябрьде, декабрьде ешкілерді қашырап алдында тоя жейді. Виагра ғой. Виагра, дикорастущий. 70 ешкіні қатар тұрғызады. Бір күнде қашырады. Келесі жылы құралайды ол ешкілер. 2-3 лақтайды. Бұл қазақ атам заманнан біледі бұның қыр-сырын. Көп жерде әсіресе западта бұны темір тикен дейді. Басқа жерде басқаша атайды. Әртүрлі аттары бар. Біздің ел бұны киік жантақ дейді. Киік жантақ. Орысша аударғанда трон жизни. Трон жизни? Аз күштігін. Міне жинайтын мезгілі пісетіні. Бірінші қар жауады. Аяз түседі, сонда ғана жинайды. Бұны ортасын ашасыңыз. Міне. Бұлай түскеннен кейін, Иә, ортасын ашасыңыз. ата келсеңіз қайсыға? Сізде жақта киік оты бар ғой. Міне ортасында әлі дәндері сформированы екен. Қара дәндері бар. Өстіп аштыңыз, жудыңыз, шайдыңыз, мына мақталарын алып тастадыңыз. Мына кек қажеті жоқ. Мынандай жерінде мақталар болады. Алып тастадыңыз, ақ манды толтырдыңыз. Мына дәммен сақырлап тұрған суды қойдыңыз, шай ретінде іше бересіңіз. Үйдегі келіндерім сіздердің. Иә, риза болмайды. Ойбайлайды. Одан кейін біраз ойланып. Міне, осы видеодан кейін мен бұл киік отын іздедім. Іздедім, кәдімгідей серьезно іздедім. Әрбір жүрген жеріме. Себепше қарап тұрсаңыздар, ана видеода да біздің жер, түріне қарасаң біздің жер. Сөйтіп, шөбі де ұқсайды, содан кейін несі де ұқсайды ғой. Мен ойладым, осы біздің жер болғаннан кейін, түрі біздің жер, шөбі де біздің жер. Неге біздің жерде өспейді дедім да бұл. Сонымен мынау бетпақталаның төрінен таптым ғой. Кездейсоқ бір жерге барып қалдым. Сөйтсем, тура сол шөп жан-жаққа қараймын. Енді жан-жағымда адамдар болды, бірақ оларға сыр бермедім. Себебі олар мені түсінбейтінін білдім да. Міне бетпақталада осындай жер бар. Қазір мен картасын көрсетемін. Картасында мынандай жер болады. Құрметті менің достарым, сіздерге анық әрі түсінікті болу үшін мен өзімнің бұрыннан бері пайдаланып келе жатқан советский военный карта деген картамды көрсетейін. Сол арқылы киік отының қай жерде орналасқандығын сіздерге айта аламын. Ол үшін Play Marketке кіремін. Содан кейін міне советский военный карта деп жазамыз. Қазақстан деп жазсаңыз болады. Содан оны іздейміз. Сөйтіп, мен бұрынғы картамда, ескі картам, ол обналить етілген екен Play Marketте. Ол бұрынғы аты советский военный карта тұғын, қазір российский топ карта. Амал жоқ, осы картаға кіріп іздеуге тура келеді. Бірақ советский военный карта одан тиімдірек еді да. Бірақ осыдан да іздеуге болады әрине.
Екеуі бір карта. Менің тұратын жерім Жуантөбе ауылы. Дани Мәмет, мен қазір Шымкенттемін. Сондықтан да сіздер былай істейсіздер. Поискке кіресіздер. Жуантөбе дегенді іздеп табасыздар. Поискке саласыздар. Екеу шығады. Екеуін де алып қарасаңыз, показать картаға. Міне біреуі Ташкентте, бұл басқа жерде, яғни Ташкентте шекарада тұрған Жуантөбе. Ал біреуі менің тұратын жерім Жуантөбе, Таста ауылы мен шектесіп тұр. Яғни көршілес Таста ауылы және де Қыземшек ауылымен. Бұны Степной деп ежелден атап келе жатырмыз. Барлығымыз Тастыда, Шуда, Жуантөбеде, Степной деп атап келе жатыр. Міне менің тұратын жерім. Бұл осы төңіректе киік оты жоқ. Яғни менің ауылымның айналасында және де тағы да басқа осы Степной тұстарында да менің жаңағы көз тастам жерлердің барлығында көріп отырсыздар, осы жерлерде киік оты жоқ. Мен арнайы белгілеп қойғам оны. Міне киік оты, қараңыздар. Киік оты, міне осылай қарасаңыздар, мынандай белгі бар. Көрдіңіздер ме? Осы белгілерді жобалап, мен точкаға арнайы белгілеп жазып қойғанмын. Себеп тез табу үшін өзім. Міне 212 қойш деген қойшы тұратын жер. Яғни бұрынғы Совет өкіметінде қойшылар өйстіп белгіленген. Солай белгіленіп, яған мына жерде Увал 9 Кентау деп жазылып тұр. Астында 235 мынандай белгілер болады. Қарап тұрсаңыздар, міне ащы құдық деп жазылып тұр. Оның мына жағында 9 құдық. 9 құдық емес, көл құдық дейді бұны. Бұл көл құдықтар жабылып қалған құдықтар, яғни. Ур 9 кен деп те атайды бұны. Оның мына жағында біз атаймыз негізі ауыз екі тілмен. Мынау 9 кен деген жерлер қисық деп атап кеткенбіз біз. Мына тұстар. Осы тұстарда қисық деп, үлкен төбелер болады осы тұстарында. Және де міне мынау артизандар. Арт деп тұрған артизандар қойшылары отыратын болған бұрын. Мынау қарап тұрғанда соль деген бұрын тұзды жерлер болған. Біз шөлейтті жер болғаннан кейін тұзды аймақтар көп кездескен бұрын. Қазір ондай белгілер аз. Міне қарап тұрса 378, 379 деген белгілер бар. Осындай белгілермен қарап тауып ала аласыздар осы аймақтарда. Яғни осы аймақтарда орналасады. Бұл шеткі аймақтар, мен барған жер шеткі аймақтарда. Мына қарап тұрсаңыздар, қазір. Қазір болмай жатыр. Киіктің отаны негізінде мынау Сарысу бойында жатады. Сарысу бойы, Сарысу өзені бұл киіктің отаны болып есептеледі. Міне Сарысу өзені. Негізгі мекен отаны десек те болады. Осы мекендерде мекендеп не алады. Арасы қанша километр? Осы Жуантөбе мен екеуінің арасы 60 километрдей болады. 60 километрден аса да болады.
аралары неше түрлі жолдармен құралады. Үстіп тауып алсаңыздар болады осы карта арқылы. Бұл карта сетсіз де жүреді. Яғни сет жоқ жерлерде де жұмыс жасай береді бұл карта. Мен бұрын осы Жуантөбе деп тұр ғой. Жуантөбенің мына Созақ ауданы, Жуантөбе ауылында тұрамын. Осы жерлерде Мойынқұм деген орналасады. Міне Мойынқұм дейді. Міне мынау менің қыстауым 48 970 деген. Осы қыстауда мен тұрамын. Бұл қыстауда біз қыстаймыз. Осы картаның арқасында түнде қараңғы, айсыз қараңғы түнде мен үйді тауып, ойлы қырлы қамбалар болады, солардан өтіп үйді тауып алалам. Қарап тұрсаңыздар, білмейтін адамдарға, жол білмейтін адамдарға бұл керек карта. Бары осы енді. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетесіздер. Міне, көргендеріңіздей осы картамен барсаңыздар болады. Осы менің ауылымнан 60-70 километр жерде ол. Жаңа киік өсетін жері да. Көбісі түсінбеуі мүмкін, бірақ бұл реально бар шөп. Бұл жаңағы алдындағы видеода айтып өттім ғой. Бұл нені көргенде мен кәдімгідей қуандым, іштей қатты қуандым. Себебі бізде осындай шөп бар деп мен мақтана аламын да. Осындай шөп бар деп мақтана аламын. Себебі біздің бетпақдала өзі арқада бір дала бар. Ойлы қырлас панасы бар дегендей. Осындай бір бетпақдалам менің бар. Бұл бетпақдаламен мен мақтанамын. Себебі қойнауы қазынаға толы. Өте қазынаға толы жер, ол менің далам. Осы жерде өсіп өнгеніме мен қуанамын. Егер видео ұнаса, пайдалы ақпарат алсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңіз жаза кетіңіз. Көбісі түсінбей қалуы мүмкін осы видеоны. Сондықтан да мен бірінші бөлімін мына жерге қойып қоямын. Осы жерге қойып қойдым. Сол бірінші бөлімінде көріңіз, өйткені түсінбеуіңіз мүмкін. Бұл не деп жатыр, не айтқысы келді деп. Сол бірінші бөлімін көріңіз. Сонда дұрыс мағлұмат ала аларсыз деген ойдамын.